Сәлематсыңдар ма, балалар? Мен Жамбыл облысы Талас ауданы Шарал ауылы Әбдісағынтаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ибраимова Раушан Қасымқызы. Қазақ тілі пәніне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғарышқа ұшқан алғашқы қазақ. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары: публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану, жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, аннотация, тезис құрастырып жазу, сөз тіркесінің байланысу түрлерін ажыратып қолдану. Сабақ мақсаттары: барлық оқушылар мәтіннің жанрын, стилін ажыратады. Оқушылардың басым бөлігі мәтіннің жанры, стильдік ерекшеліктеріне сай тіл құралдарын анықтайды. Кейбір оқушылар жанрын, стилін ескере отырып, аннотация, тезис жазады. Жанрына, стиліне сай тіл құралдарын қолдана отырып жазады. Ғарышқа саяхат әдісі бойынша аспан денелерін таңдай отырып, топқа бөлінеміз. Бірінші топ ғарыш тобы, екінші топ ғарышкер тобы, үшінші топ байқоңыр тобы. Ой-түрткі сұрақтарына жауап берейік. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер кім? Ол ғарышқа қай жылы ұшты? Жарайсыңдар, балалар. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 1946 жылы 27 шілдеде Қарқаралы ауданы Қарағанды облысында дүниеге келген. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, ұшқыш, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, техника ғылымының докторы, профессор, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрметті профессоры. 1988 жылы Кеңес одағында тұңғыш рет әуеде ұшаққа 2 рет жанармай құйдыру арқылы солтүстік полюске ұшу сапарын ерлікпен орындады. 1989 жылы бірінші болып авиатасушы крейсердің алаңқайшасына МиГ-29 реактивті ұшағын үлкен шеберлікпен дәл қондырды. Сондай-ақ ол реактивті ұшақтың 50-ден аса жаңа түрін сынақтан өткізді. 1991 жылы 2 сәуірде Кеңес одағы ғарышкерлер даярлау орталығында ғарышқа ұшу дайындығына кірісіп, сол жылы 2 қазанда Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшты. Ғарыш кемесі жер төңірегіндегі Мир орбиталық кешенімен түйісті. Онда ол өзге ғарышкерлермен бірге биотехнология, металлургия, медицина салалары және Арал теңізі аймағы бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. Осылайша 45 жасында ғарышкер атанды. Оқылым дағдысы бойынша оқылым мәтінімен танысамыз. Топтық жұмыс. Негізгі ойды анықтаймыз. Мәтінмен танысып болсақ, мына сұрақтарға жауап берейік. Тоқтар Әубәкіровтың ғарышқа ұшар алдындағы дайындығынан не байқадыңдар? Елбасының Тоқтарға жасаған ұсынысынан нені аңғардыңдар? Ал қазағым, сен үшін жануға да, ұшуға да бармын деген сөздері нені аңғартады? Тоқтар Әубәкіровтей
батыр болу үшін қандай қасиеттер қажет екен? Дескрипторы мәтіндегі негізгі ойды анықтайды, сұрақтарға жауап береді. Тапсырма стикерлер арқылы бағаланады. Әдеби тіл нормасы бойынша біз бүгін сөздердің байланысу түрлерімен, соның ішінде қиысу түрімен танысамыз. Қазақ тіліндегі сөздердің өзара байланысуының 5 түрі бар. Олар қиысу, матасу, меңгеру, қабысу, жанасу. Қиысу бастауыш пен баяндауыштың жақ-жағынан үйлесіп, жіктік жалғау арқылы байланысқан түрі. Мысалы, мен көрдім ызын ағаш құлағанын деген сөйлемдегі мен көрдім қиса байланысқан сөздер. Оқылым мәтініндегі намысшыл тоқтар күш жігерін білімге салудың дұрыстығын ерте сезінді деген сөйлемде қиысу, тоқтар сезінді. Матасу салудың дұрыстығын, меңгеру, білімге салудың, күш жігер салудың. Қабысу намысшыл тоқтар, жанасу ерте сезінді. Аннотация. Бұл латын тілінен шыққан кітаптың не шығарманың мазмұнын оқырманға қысқаша баяндау. Аннотацияда авторы туралы мәліметтер келтірілуі, әдебиеттерге және тағы басқа деректерге сілтеме жасалуы мүмкін. Оқырман аннотацияға сүйене отырып, өзіне қажетті әдебиетті таңдай алады. Топтық жұмыс 3 топқа бөлініп, мәтіндер бойынша топтық жұмыс жүргіземіз. Бірінші топ тамақтану орталығының ғалымдары, екінші топ ғарышкерлерді дайындау орталығы ғалымдары, үшінші топ журналистер. Журналистер алғашқы 2 топтың ғалымдарынан сұхбат алады. 2 топтың мүшелері оқылым мәтіндерін негізге ала отырып жауап береді. Дескрипторы сұхбат сұрақтарын дайындайды, жүргізеді. Оқылым мәтіндерін негізге алып жауап береді. Тапсырма бағдаршам әдісі арқылы бағаланады. Жазылым тапсырмасы. Бірінші топ. Тоқтар Әубәкіров қалай Кеңес одағы батыры атанды? Мәтінін тыңдап, көтерілген мәселені анықтаймыз. Қиса байланысқан сөз тіркестерін анықтап жазыңдар. Екінші топ. Оқылым мәтінінің мазмұнын қысқаша баяндайтын аннотация жазыңдар. Қиса байланысқан сөз тіркестерін анықтаңдар. Үшінші топ. Оқылым тыңдалым бөлімдерінен алған ақпараттар бойынша қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровке мінездеме жазыңдар. Жарайсыңдар балалар. Кері байланыс шығу парағы әдісі бойынша оқу мақсатынан жеттік пе? Оқу мақсатына жету үшін не істедің? Топтық жұмыстың көмегі болды ма? Неге? Жазылым тапсырын орындауда қандай қиындыққа тап болдың?
Бүгінгі сабақта біз оқылым мәтініндегі негізгі ақпараттарды анықтай отырып, аннотация жазу үлгісімен таныстық және сөздердің байланысу түрінің қиысу түрімен таныстық. Үйге тапсырма, тыңдалым мәтінінің тезисін жазыңдар. Қиыса байланысқан сөз тіркестерін анықтаңдар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау саламат болыңдар.